Ассалаумағалейкум достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Озонда қандай документтер керек және товарымызды қалай ораймыз. Достар, біз қазір Алматы қаласында өзіміздің фулфилментіміздің бірінші точкасындамыз және өзіміздің офисіміз адресі Рахат базарында орналасқан. Бұл жерге бізде өзіміздің оқушылардан басқа тағы да клиенттер келіп жатады. Сол кісілердің көбісі сұрайды, мақсат упаковканы қалай жасайды Озонға деп. Қандай документтер керек оны білмейді. Әйтеуір бірінші заказын түсіріп алады да, бірақ не істеу керектігін білмейді. Енді осы видеода біз қандай документтер керек, товарды қалай орау керек, қалай дұрыс орау керек, клиенттен возврат болып қалмас үшін деген варианттардың барлығын қарастырайық. Және бізде көп кісілер негізі басқа қаладан немесе осы Озонды қосымша жұмыс ретінде қарастырады. И ол кісілерге барахолка келу, материал сатып алу, упаковка жасауға даже теңгеден бөлек уақыты да жоқ. Енді біз солар үшін бір кішігірім услуга ашып қойғанбыз. Бұл услуганың аты Fulfillment деп аталынады. Және біздің Telegram каналда сол Fulfillmenттің номері болады. Fulfillmentті түсіндіре кетейін. Сіздер айтасыздар, маған мынандай бір заказ түсті, адресін айтасыздар. Біз сіздер үшін сол товарды сатып алып, упаковкасын жасап жіберіп береміз. Сіздер ешқандай да басқа тұрмайсыздар. Ал енді одан бөлек сіздер өздеріңіз живой айналысатын болсаңыздар, біз қазір сіздермен бірге бір товарды орап, ФБС-ке қалай ораймыз, ФБО-ға қалай ораймыз, соның барлығын бірге тамашалайық. Упаковкамызды бастамас бұрын кішігірім лайфхакпен бөлісе кетейін. Өз басым кез келген бір заведениеге баратын болсам, мен астында обязательно оның отзывын қараймын. Кухнясы таза ма, официанттары вежливый ма деген сияқты. И адамдар да кез келген товар сатып алатын кезде астында отзывын қарайды. Енді біз отзыв жинаудың тағы да бір способтарын көрсетейік. Біз товарымызды орамас бұрын жанынан мынандай бір визитка салсақ болады. Оставьте отзыв деген. Мынандай прикольный суреттермен. Одан бөлек біз кішігірім бір подарок ретінде Қазақстан шоколад салып жүрсек болады. Көп кісілер негізі Қазақстанды уважать етеді. Сол үшін мына шоколадпен мен өте көп отзыв жинағам. Өстіп товарымызға қосып, осыны бірге орайтын боламыз. Товарларыңыз сынбай бару үшін, клиентке де приятно болу үшін қалыңырақ орауға тырысыңыздар. 2 слой, ол өте жақсы деген сөз. Осыны орағаннан кейін шеттерін скотчпен қатырамыз. Упаковкамыз дайын. Қазір сіздермен 2-3 вариантты қарастырайық. Ең бірінші вариант, ол ең әдемі көрінетін варианттардың бірі, бұл бізде курьерский пакетке салу. Курьерский пакеттің размерына байланысты бағасы да болады. Ең арзаны 10 теңгеден басталынады, одан ары қарай 35 теңге, 40 теңге деп кете береді. Біз товарымызды салып, осы айнанда жіберсек болады, немесе қатты үлкен болатын болса, кішкене бүктеп, жан-жағын скотчпен қатырып қойсақ та болады. Енді сіздер ойлау керексіздер, егер мен клиент болсам, мына товарды алатын бедім деген. Сіздерге мына упаковка приятно болатын беді деген сияқты. Сол типте сіздер клиенттің көз қарасымен қарап орайсыздар. Бұл бізде бірінші вариант курьерский пакетке салу. Екінші вариант бізде мындай қара стричқа орамыз керек. Егер қара десеңіздер, Озонның правиласында товарларыңыз анонимно болу керек. Бұл материалдардың расходтарын айта кетейін. Бізде мынандай пупыричный пленка, жарты слойы, ол жартыға бөлінгені 5250 теңге тұрады. Ол енді біраз товарға жетеді. Ал мына материал бізде 3000 теңгедей тұрады. 2,5 мыңдығы бар, 3,5 мыңдығы бар. Екінші вариант қараға орау. Екеуінің упаковкасын салыстырып, қайсысы көңіліңізден шығады, солайынан орасаңыздар болады. Және бағасын есептеп дегендей. Біздің упаковкамыз осылай жасалынды. Қазір мен екеуін қараға орадым, екеуін курьерский пакетке салдым. Қазір енді документтерін жасап, біз ФБС-ке қандай документтер керек, и ФБО-ға қандай документтер керек, соны көрсететін боламын. Бірге тамашалайық. Мысал ретінде мынау маркировка бізде Озонда шығып тұрады, оң жағында, оны көп адам таба алады, оңай. Осының біз тек бірінші бетін шығарымыз керек. Және принтердің настройкасын көрсете кетейін. Настройка кіріп, біз
принтерға кіруіміз керек. Біздің жағдайымызда X принтер. Осында управлениеге кіреміз. Настройка печатиға өтіп, жерде параметр страница дегенге кіріп, мына жерде сіздерде 75-ке 120 деген размер таңдауыңыз керек. Егер жоқ болса, мына жерден біз новая деп таңдап, мына жерден біз өзімізді жазамыз. Осы 75-ке 120 деген ол мына қағаздың размері бізде. Былайынан 7,5 см, былайынан 12 см. Осы размерға біз маркировкамызды шығарып аламыз. Маркировканың тек бірінші страницасын шығарсақ жеткілікті. Ол бізде нечетный страница. Мынау біздің маркировкамыз. Енді осыны біз товарымызға жапсыруымыз керек. Товарға жапсырған кезде мынау штрих коды қисық болмау керек. Егер мен былайынан жапсырсам, ол оқылмай қалады. Егер сіздердің товарларыңыз кішкентай болса, мына жағы түзу болып, былайынан қылып жапсырсаңыздар болады. Главный пистолетпен ұрған кезде мынау өтеді. Былайынан емес. Екінші, бұдан бөлек бізде акт деген документ болады. Бұл в день отправки ғана шығады. Қай күні товарды жібереміз, сол күні ғана. Мысалы, бізде бүгін 20-сы болып тұр ма? Мына жақта да 20-сы деп тұрады. Осы документтің біз общий 3 страница болады. Осының 1 мен 3-ші страницасын үлкен принтерден шығарып аламыз. X принтер емес, уже менің жағдайымда Canon. Только нечетный. Бұл қазір бізде мынандай принтерден шығатын болады. Документтері кейбір кісілерге қиын болып көрінуі мүмкін, бірақ бір-екі товар жібергеннен кейін мұның барлығы оңай болып қалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Осы документпен біз товарымызды өткіземіз. Қалған ешқандай документ, ешқандай маркировка керек емес. Бұл бізде FBS-те. Енді FBO-ныкін көрсетейін. Ал FBO-ға жіберетін болсақ, біздің каждый товарымызда кішкентай баркод немесе штрих-код деген болу керек. Оны шығару үшін біз товар и ценаға кіреміз, список товаровқа кіріп, өзіміздің жіберетін товарымызды таңдап аламыз. Мысалы, мына блендер болса, осының оң жағында 3 точканы басып, мына жерде скачать штрих-код в PDF деген бар. Осыны басамызда, мына жерде принтер для печати штрих-кодов деген бар. Осы жерден скачать етеміз. Бізде мынандай кішігірім маркировка береді. Оны біз жаңағында үлкен қағаздан шығармаймыз. Бұны біз кішкентаймен шығара береміз. Мына бізде 58-ге 40 деген размер. Вайберста істейтін кісілер болса, бұны по-любому біледі. Мысалы, размерін кішкентай қылып, қанша штук товар жібереміз, сонша штук шығарып аламыз. Мысалы, мен 4 штук товар жіберетін болсам, 4 штук шығарам. Бұның маркировкасы бізде мынандай кішігірім әдемі маркировка болады. Енді біз FBO-ға жіберетін товарымыздың каждыйының үстіне жапсырып шығамыз былайынан. Каждый товарда болу керек. Мына товар болсын, мына товар болсын, немесе мына товар болсын. Еще бізде көп кісілер фулфилментке келген кезде және оқушыларым мына столға именно қызығады. Сіздерге кішігірім түсіндіріп кетейін, егер болашақта жасап алатын болсаңыздар. Мына аст жағында бізде ортасына бір труба бар. Трубаға біз пупыричный пленканы салып қойғанбыз. Мына арт жағынан тартып шығара береміз. Астындағы өзі айналып шыға береді. Керекті размерімізді алып кесіп аламыз да. Төбесінде тағы да бір труба бар. Ол жерге мен стрич пленка қойып қойғам. Тоже тартып, керекті размеріміз келіп шығарып аламыз. Төбесіне тағы да заттар қоятын бар. Скотч болсын, жаңағыдай визиткаларымыз болсын, подаркалар болсын. Бұдан бөлек біз астына әдейі линолеум төсегенбіз. Бұрын бұған дейін ағаш болған. Бірақ ағаш жасаған сайын мынау лезвияның қыры кетіп қалады. Сол үшін линолеум жасадық. Линолеум мына біздің пышақтың ұзақ служить еткеніне көмектесетін болады. Сіздер де өздеріңіз үлкен объемда жасайтын болсаңыздар, жасап алсаңыздар, оп-оңай сол десек те болады. Мына менің видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын, өйткені біз арнайы сіздер үшін осылай складымызға келіп, упаковканы живой форматта барлығын көрсетіп жатырмыз. Мынандай қағаз болу керек, мынандай упаковка болу керек деген сияқты. Өйткені өз басым ең алғашқы товарым өткізген кезде тупо былайынан товарды апарған кезде мен алмаған тағы документтерін сұрайды, мен білмеймін. Ар жақтан қараймын, сөйтіп мен аузым біраз күйген болатын. Сіздер де осындай ошибкадан қайталамас үшін осындай менің өзімнің YouTube каналыма видео салып отырмын. Енді сіздер лайк басып, подписаться етіп, комментарий жазып отырсаңыздар, мен тағы да осындай күшті лайфхактармен бөлісетін боламын. Сол себепті мені қолдап отырыңыздар және Instagram каналыма өтсеңіздер болады. Ол жақта да мен керемет фишкалармен бөлісетін боламын.
келесі көріскенше сау саламатта болыңыздар. Және құрметті достар, мен астына өзімнің телеграм каналымды қалдырамын. Сол жерден сіздер логистикаға қанша төлейсіздер, или fulfillment услугасының номерін, немесе Қытайдан тапсырыс беру услугаларын алсаңыздар болады. Сол себепті тоже телеграм каналыма өтіп, сол жерден